Жылдам хабарнама шұғыл дерек қазақстандық зейнеткерлер үшін жақсы жаңалық. Ассалаумағалейкум арма қазақ. Егер осы турсында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, бір ғана лайк түймесін басып кетуіңізді ұсынамыз. Ал онда біз бастадық. 75 мың қазақстандық зейнетақы жинақтарын ала алады. Сенат депутаттары жаңа әлеуметтік кодекстің жобасын 2 оқылымда қабылдады. Бұл құжатта енгізілген маңызды өзгерістер мен толықтырулар туралы сенатор Ләззат Қалтаевты айтты деп хабарлайды Tengrinews.kz порталы. Атап айтқанда еңбек өтілі бар зейнетақы алушыларға тұрмыс жағдайын жақсарту немесе өз емделуіне жұма немесе жұбайының, жақынның, туыстарының емделуіне ақы төлеу үшін зейнетақы жинақтарын алу құқығы беріледі. Бұл шара 75 мыңнан астам зейнеткерді қамтиды. Олардың зейнетақы жинақтары шамамен 120,5 миллиард теңгені құрайды деп хабарлайды Ләззат Қалтаев. Сондай-ақ, бірыңғай жинақталған зейнетақы қорының комиссиялық сыйақы зейнетақы активтері бойынша 0,1%-дан 0,8%-ға дейін. Бірақ бір жеке зейнетақы шотының айлық есептік көрсеткіші 0,4 еселенген мөлшерінде айтпайтын мөлшерде азайтылады. Бұл ереже БЗқ-да зейнетақы жинақтарының барлық 11,9 миллион салымшысы қатысты болады және олардың зейнетақы жинақтары әсер етеді деп қосты сенатор. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.